бір жап-жас келіншек сұлулық салонында 70 мыңға еден жуып жүр екен. Әбден қажыған болу керек, ол 70 мыңды да жетіреді. Бөліп беріп жатыр ма, қалай беріп жатыр, қандай қатынас жасап жатыр. Ауыр болғаны белгілі ғой, енді әлеуметтік желіге шығып айтады. Мен дейді, 3 балам бар дейді. 70 мыңға құл болып жүргенше дейді, 2 баланы таба салайын дейді. Сонда 5 бала болады, өкімет 70 мың береді, аяғымды аспанға көтеріп жатам дейді. Құдай сақтасын. Біз енді осындай жағдайға жеттік па? Әй жандарым, келіншектер, сіңлілерім. Бала саған мысық емес, күшік емес. Ол баяғы біздің заманымыз, біздің алдымыздағы замандарда, әке-шешелеріміздің мамыражай заманында ол дұрыс болған шығар. Біздің заманымызда да жартылай балалығымыз дұрыстау болды деп ойлаймыз. Қиындығымыз шаш етек болған біздің де айтатын зарымыз, өкпеміз толып тұр ішімізде. Әлі де өкпеміз бар. Бірақ біз енді жетпейді екен деп өкпелеп, өмірге, қоғамға, әлемге өкпелеп, бала санын көбейтіп жатқан жоқпыз ғой. Айналайын, бір балаға сен 20 жыл өмірің өтеді. Ол бұрын бала шағаны 5-6 табады, бірін жетелеп өседі, сосын біреусі бас көтерсе, қалған барлығын сол мойнына іліп қояды. Сөйтіп, әке-шеше әйтеуір қалай болса солай өсірген. Енді көбіңіз біздің толқындағылар білесіздер, оны мойындайсыздар іштей. Бірақ енді айқайлап айта алмаймыз, үлкендерімізді сыйлаймыз. Қазіргі уақытта жаным-ау, біреуді іле алмайсың. Қазіргі балаларды сен тауып жатырсың. Ертең еті тірі біреу шығады, қалғандарын сөйлейді деп, оған кепілдік өзің де бере алмайсың. Ешкім бере алмайды оны. Қазіргі заманның балалары басқа әлем, басқа толқынның балалары олар. Бір баланы өсіріп, өндіріп, қатарынан қалдырмай, ертең ешкімге алақан жаймайтындай білімді, білікті, денсау бала етіп, қоғамға кіргізуің керек. Ойбай жаным-ау, үйімде бір күшігім болатын болса, соның тамағын тасып, жататын жерін қысы-жазы тазалап, жағдайын жасайсың ғой. Сонда сендер өкіметтің 70 мың ақшасы 5 балаға береді екен деп, шұбыртып бала туа бересіңдер ма? Жандарым-ау, ол бала саған ойыншық па? Ай, сұмдық-ай. Осыны қалай ойлап, өкіметтің ақшасын, пособиясын алам, сол үшін туа салам деген енді сендерге бір жеңіл ой болатын болса, мен білмеймін жандарым. Апаларың ретінде мен қатты ойланып отырмын. Бұл қандай жағдай, қандай ұғым, қандай түсінік деген ой бар. Білмеймін енді. Мүмкін мен ақымақ шығармын, сендер ақылды.